Қайырлы күн достар, бүгін мен Gonexto мүшесі Сымбат сіздермен бірге фунчоза тағамын дайындайтын боламыз. Бұл идеяны салған ару әдемі Gonexto мүшесі Зарина. Бастаймыз ба? Бастайық. Біріншіден біз пиязымызды тазалап тураймыз, майдалап. Пиязды тураған кезде көзіміз ашылмау үшін біздер деген сағыз шайнауымыз керек. Қазір бірақ сағыз жоқ. Тазалап аламыз. Пиязды екіге бөлеміз. Енді қазір біз табамызды қыздырамыз. Сұйық құямыз. Енді біз оны күтеміз қызғанның, табанның. Қазір біз фунчозымызды ыстық суға салып пісіріп аламыз. Оған 7 және 10 минут жеткілікті болады. Кәдімгідей ыстық суға салыңыз, өйткені ол дайын болмай қалуы да мүмкін. Біздің майымыз табамыз қызды. Енді оған пиязымызды салып қуырамыз. Енді біз тауығымызды тураймыз. Бұл ең басты ингредиент деп айтуға болады. Біз тауықты өзіміздің бас формамыз сияқты формада тураймыз. Және де бұл фунчозаны біз өзіміздің рецептіміз бойынша дайындап жатырмыз. Өйткені қазіргі коронавирус кезінде шекара жабық, болгар бұрышы сатылмайды. Біз оның орнына қызанақ және қиярды сәбізді алдық. Және картоппен дайындайтын боламыз. Енді біз қазір тауықты пиязға қосып қуырамыз. Biz hazır tavuk terbiyemizin arkasına servisimizi ısınan kadar soğanımızı koyuyoruz.
бекасыға бірге қуырамыз. Азырғы кезде біздің елімізде коронавирус келді. Коронавирусты жұқтырмау үшін біз иммунитетімізді сақтауымыз керек. Сондықтан дүкендерге, көшелерге, адам көп жиналатын жерлерге көп бармаңыз. Бұл өте қауіпті. Және де дүкендерден әртүрлі ГМО қосылған заттарды сатып ала бермеңіздер. Коронавирустан қорқатын еш нәрсе жоқ. Біріншіден біз гигиенамызды, денсаулығымызды дұрыс ұстап күтсек, коронавирус жұқпайды деген ойдамын. Ұзына туралы картонымызды көріп жатқан сәбіз, тауық, пиязымызға қосып бәрін қуыратын боламыз. Араластырып кетпеңіздер. Енді осыдан кейін біз балалар бұрышының орнына қызанақты құрайтын боламыз. Қызанақты қалай жасаймыз өз еркімізде. Мен оны қазір майдалап тұратын боламын, кубиктарға. Ауа райы қазір өте керемет. Бірақ қызықтысы, ең қызықтысы бізге көктем ерте келіп, қыс шай келді. Міне біз қызанамызды майдалап болдық. Онда қосамыз. Иісі өте керемет. Дәмді болып шығатынына өте сенімдімін. Оған біз тұзбен сойлы соус берген соңында ғана қосамыз. Біз енді бұл картоп пен сабызды бойынша тұра тұрамыз, пісіреміз. Жалпы болады. Қазір біз бұған шым-шым тұз салып, тағы да 15 минут күтетін боламыз. Араластырып беруді ұмытпаңыздар. Және бетін жауып қойып бұқтырамыз. Ал сіз біздің GoNext'ын қолданыңыз келсе, біздің блогтарымыз бен видеоларымызға лайк басып, және оларды таратуыңызды сұраймыз. Өйткені біз блогтарға және де фильмге көп уақытымызды кетіреміз, жұмсаймыз. Бұл бізге өте маңызды. Сіздің қолдауларыңыз бізге өте маңызды. Біздің фунчозымызға дайын болуына кішкене уақыттар қалды. Енді мен қонаққа біздің блогеріміз, GoNext'ның мүшесі American Boy Ернарды шақырамын. Қонаққа. Hey guys. Сымбат бүгін фунчоз тамағын дайындап жатыр, дәмді көрінеді. Фунчозға осы қандай тағамдар ұсынасың? Қандай тағамдар тілдің, қандай тағамдар оған алдың сол тамаққа? Hey guys. Сәлем Сымбат. Сәлем. Бүгін қандай тағам жасап жатсың? Бүгін мен азиаттықтардың тағамы фунчозын дайындап жатырмын. Иә, дәмді көрінеді. Бұл тағам қалай дайындалады, соны айтып берсең. Бұған негізінде тәтті бұрыш салуымыз керек еді. Бірақ коронавирустың кезеңінде бұл ауруда шекараларды жауып, тамақ әкелуіне кішкене ғана қиындық әкеліп жатыр. What happened, please? I'm sorry. Жарайды, Сымбат, бұл не? Маған айтып берсең. Бұл кимчи. Тамақтардың соның ішінде сәбіз деп айттың ғой. Сәбізде қандай витамин бар, соны айтып берсең. Сымбат, бұл тамақтарды көріп тұрмын, иә? Осы тамақтар көптеген дәруменді тамақтар болып саналады, иә? Қазір коронавирустың дамыған уақыты деп айтуға болады. Көп мемлекетті сол ауру жаулады. Бірақ біз сол ауру үшін бізде тоқтап қалмаймыз.
мен сіздерге тек қана айтарым, өте көкөністі және жемісті тамақтар жеуді совет қалай? Кеңес беремін. Кеңес беремін. Потому что қалай? Өйткені бұл и мен тағы да айтарым келгенмін, бұл филеда көптеген ғалымдар осы тауықтың етін жеуді ұсынады. Өйткені ол тауықтың ішінде көптеген дәрумендер бар, оның ішінде даже кездеспейтін дәрумендер де болады. Бұл тауықтың еті барлық магазинде сатылады, бірақ кейбір дүкендерде ол кейбірі арзан, кейбірі қымбат болады. Мен сіздерге кеңес беремін, что деп қойдым. Мен сіздерге кеңес беремін, арзан тауықты алмаған жөн. Қымбатын алыңыздар. Мен сіздерге басқаша айтып жатқан жоқпын. Сізге тек жақсы жағынан. Сізге тек жақсы жағынан айтып жатырмын. Өйткені қымбаттырақ тауықта көптеген дәрумендер және көптеген керекті жоқ, дәруменде айттық. Керекті өйткені бұл тағамда керекті заттары бар ағзаға. Сымбат айтылған. Біздің фунчоза тамағымыз пісіп қалған сияқты, иә? Біздің фунчоза тамағымыз пісіп қалған сияқты. Әлі де тағы 5 минутқа жетіп барды. Сымбат тағы да бір сол піскенше деген бір әңгіме айта тұрайық дейм ба, солай ма? Әңгіме айта тұрайық. Қандай әңгіме бар, әлемде не болып жатыр жаңалық, мен естідім, сен көп жаңалық көреді деп. Айтыңыз. Айтыңызшы, әлемде не болып жатыр, айтыңызшы. Айтыңызшы. Өзің Қытай кішкентай кезінде қандай тағамдарды жақсы көрдің? Мен кішкентай кезінде макаронды өте қатты ұнататын едім. Және де мен оны 4 сыныптан бастап пісіріп көрдім. Бірақ ең бірінші макарон мен кетіп кетті. Бірақ мен оған мұнайған жоқпын. Өзіме дәмді көрінді. Қазір білесіздер, Италия мемлекеті макаронға сыр қосады, иә? Плавленый сыр. Өте жақсы. Мен оны жеп көрдім, сіздерге де кеңес беремін. Және сіздер білесіздер, что ірімшік өте пайдалы болып саналады. Бірақ оны көп жей беруге де болмайды, өйткені сіз деген өзіңіздің дене формаңызды бұзып алуыңыз да мүмкін. Ол көп әйелдерге айтылады, иә? Нар, сен кішкентай кезінде немен айналысқанды ұнататын едің? Мен Қытай кезінде көбінесе телевизор қарағанды ұнататын, бірақ ол басқаша түсініп қоймаңыздар. Мен телевизордан мультиктар, мультфильмдер, көбінесе мен Том и Джерриді қарайтын едім. Әрине, Сымбат, сен де оны ұнатасың, иә? Әрине, бұл біздің кішкентай кезіміздегі өте ұнататын, жақсы көретін мультиктарымыз болды. Балалық шақтың естелігінде айтылған, иә. Сосын совет мультиктарын жақсы көретін. Онда «Ну, погоди, заяц», да? Әрине, Қытай кезінде советтік мультфильмдер қарауды ұнататын едім. Ол кезде «Ну, погоди», сосын Чебурашка, соларды қарайтын едім. Бірақ қазір мен өстім, көбінесе менің фильмдарға қызығамын. Және мен өскенде өзім Нью-Йорктағы, Америкадағы Нью-Йорк қаласындағы Нью-Йорк фильм академияға түскім келеді, және онда мен актер мамандығын алғым келеді. Сымбат, өзің рахмет. Өскенде қалаған арманды айтшы? Мен өскенде Париж немесе Италия қаласына барып, аспаздық оқуын оқығым келеді. Бұл мен осы 9 сыныпта таңдаған арманым. Мен бірақ классында кішкентай кезімде дәрігер болуды өте қатты ұнататын едім. Мен де соның ішінде мен Қытай балаларды қарайтын педиатр болғым келді, бірақ мен ол арманымнан кішкене алшақтадым. Өйткені білесіз бе, дәрігер болу өте қиын бұл заманда. Өйткені мен өзіме
Қытай кезінен қалаған, мен Қытай кезінде актер болып ұнататын едім, мультиктарға қарап, мен Диснейда жұмыс істеген келеді. Қытай кезінде қазір мен өзім сол Диснейда жұмыс істеген келеді, қазір де актер мамандығын алып, режиссер мамандығын алғым келеді. Сымбат, саған мен тек қана тілейтінім сәттілік. Италияға және Францияға солардың университетіне түсуді тілеймін. Сенің Нью-Йорк қалаға барып келуіңді, аман сол келуіңді, мұнда Қазақстанды дамытуға көп сәттілік тілеймін. Рахмет. Біздің Фунчоз тамағы пісіп қалуы да жақын. Болды, даже болған болды. Біздің Фунчоз тамағымыз пісіп қалды. Біздің сәбізіміз бен картофеліміз пісіп болды. Енді бұған біз сойлы соусты қосамыз. Осы сойлы соусты көбінесе неде қолданады, Франция елінде. Соя соуспен даже оларға блины қосады. Францияда естігенім. Білмедім. Қараш, олар не блины қосады? Түсінбедім да? Оларда блины деген ол кәдімгі тәтті тағамға неселеді, саналады. Бірақ олар соя соус қосады. Және олардың соя соусының түрлері көп. Соя соус бар, содан кейін крапивный... Нет, как? Енді не қосады? Қалай? Тағы да бір тәтті соустар қосады. Кленовый сироп се? Да. Біз бірштің орнына чим-чимді қосамыз. Чим-чимді бұл тек жартысын ғана қосамыз, өйткені бұл өте ащы. Және де бұны тек бір күндік қолдануға жарайды. Көп күн күттірмей уақыт ұстауыңыз сұрады. Достар, және мен сіздерге кеңес беремін. Біздің блогымызға қарап және лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыздар. Біздер өте қуанышты боламыз. Және де айтқым келгені, сіздер біздің жобаны қолданыңыз келсе, біздің парақшаларымызға ұсынған ақшаларыңызды лақтыруға болады. Ол Patreon сайты және Kiwi кошелек және Яндекс.Мани, Каспи болтқа лақтыруға болады. Ол ссылканың астында, ссылка осы видеоның астында болады. Біз сіздерді күтеміз, және біздер өте қуанышты боламыз, достар. Және мен айтқым келгені, бұл Сымбаттың бірінші блогы болып саналады. Сымбатқа сәттілік тілеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер, жүрек салып кетіңіздер. Ол сәттілік деп саналады. Қазір біздің Ернар бұл фунчозының дәмін көреді, дегустатор. Фунчозымызда бұл сүт қоспаға қосып, салып, араластыратын боламыз. Бұл фунчозы біздің өзіміздің рецептіміз бойынша дайындалып жатыр. Және бұл рецепті бізге ұсынған біздің жақсы көретін аруымыз Зарина. Онда кішкене ойнап жүр. Көңіл-күй өте жақсы. Көңіл-күй өте жақсы, неге екенін білмеймін. Әрине күні өте жақсы болғаннан болар, ауа райы бүгін өте қуанышты. Ауа райы өте бүгін көңілді. Ауа райы бүгін өте керемет және күн деген көңілді болып тұрған сияқты. Маған өте ұнайды бүгін ауа райы. Және біздің екінші блогымыз бар, ол тағам туралы. Соны сіздерге айтатыным, кішкене сабырлық сақтап күтуіңізді сұраймын. Біздер әлі ойлап жатыр, қандай тамақ пісіруге. Және комментарияға жазып кетіңізді сұраймын, қандай тағам жасауға болады. Сымбат бәрін өте көңілді сияқтысың ғой. Иә. Міне біздің фунчозымыз дайын болды. Сіз оны деген әртүрлі ас-көктермен әсемдеуіңізге болады. Міне біздің дегустатор Ернарға дәм көруге беремін. Рахмет. Татып көрейік. Өте жақсы қуырылған, еті де
өте жеңіл жеуге. Мына жерде қияр да қосылған, қиярды салса өте дәмді болады екен, соған көзім жетті. Көбінесе мен салмайтын едім қияр. Өзіме де үйде тамақ пісіремін ғой. Көбінесе фунчозыға мен ет салам және не салам. Мен бұны диетаға арналған тағам деп те айтуға келетін сияқты өйткені. Мен естідім, что көп диетологтар осы тағамды кеңес береді, иә? Өйткені мысалы біз тауық қойсақ, тауықтың диетаға өте пайдалы. Кәдімгі ет сияқты ауыр емес. Тағы да айтам, что тауықтың етінде көптеген дәрумендер бар. Көптеген дәрумендер жоқ. Осы неде бар ғой, жай көкөністерде жоқ дәрумен тауықтың етінде табылады. Оны ғалымдар айтқан. Ғалымдар оны зерттеп айтқан, дәлелдеген. Міне осылай біздің жаңа блогымыз аяқталды. Ернар, саған рахмет көп-көп. Екінші блог дайындаймыз. Соған комментке қандай тағам жасауға болады, соны жазып кетіңіздер. Және сымбатты сіздер сіздер сымбатты қолдасаңыздар, өтіл басыңызды сұраймын. Сіздің қолдауыңыз бізге өте маңызды. Goodbye. Сау болыңыздар. Болды ма? Надо жрать. Как мы ждали. Дима, отключиться. Да, я открою просто. О, боже, мама, нормально, он